Бүгүнкү улуу тарыхый күнүңөр менен дагы бир жолу куттуктаймын. Жергебизде ар дайым манас ураны жаңырып турсун. Жашасын эгемендүү Кыргызстан. Ура! жылы құралдануға қамалған 152 миллиметрлі мыстапы сүйрелуші замбереге келе жатады. Ayarlıktan atayın operatsiyalar güçlerinin kuramında durgan gücürgün teknika verildi. Kuraldığı güçlerinin atayın operatsiyalar güçlerinin kuramında durgan gücürgün teknikanın savunmasına kapitan Kuşubak Abdülkadir komanda çekildi. Atayın operatsiya güçlerinin savunmasının Kıtay İl Respublikası'ndan alınan bir kişi yol tarafı uzanarak başlatıldı. Bir kişi çalgındığı tavsırmalarını aktarığı için Ford Ranger unası қолданған. Бұл уналар өзлік құрамды талап қылынған жерге тез жеткіруді лайықталған. Ford Ranger әскердегі жеңіл ұда пулемет орнату үшін орнатылған. Орнына БРМ ЭКМ gücüмен çapıldığı Rozot'un buna orta hareket. Anın jakasымен әскердік çapıldığı işleri kuruldular. Жоғарғы жүрішіне башқарылған киім менен айырмаланады. Жеңіл суық толғын Датян автоудасы өздік құрамды жинап алардың қаражаттарын ашу үшін арналған. Башы күштілігі жина жол қадауы жүре алатығандығы менен айырмаланады. Баранның жүрішінің арадан қоқсалдан қорғау күштердің әскердік техникасы kullandı. Gücürgen üzerinde duran S-125 zilitlik raketalı komplekslerinde. Bu raketalı kompleksler memleketin asman çalığından korku güçlerinin gücürgen hareketleri. Havadan korkulardan korku güçlerinin askerlik teknikasının arkasına olmasına Polkovnik Yedirdek Sulaymanov komandacılık kıldı.
аятта смартфон зениттік ракеталық комплексінен көжірмін башқару командалық пункті өтіп бара жатады. Аяттан смартфон жабдықтағы мобильдік зениттік ракеталық комплексі болып келді. Автоунасының базасында радар detекторы орнатылған. Ауадан болсаудан қорғау күштердің параты мәселелері үшін ұшқышсыз ұшу үшін аппараттарды қосты. Өзі жүруші 23 мм ZU-23-2 зениттік орнатылуы ұлатылуда. Аскерлік техникасын колоннасын өзгөчө оңдоо базаларынан мобилдик тобу өтүлдү. Аскер техникасынын автоколоннасына полковник Тимур Матвидов жеткирилди. Бул куралдар 50 жылга чейинки оор аскер техникасын тартуу үчүн арналган. Сіздердің назарыңыздарда таудардың базасында С-10 жана өзі жүрүүчү Гвоздика артиллериялык орнотуулары ашылып өтүүдө. Радар көжүргөн аскерлик техникаларды, жөө аскерлердин көжүргөн унасы БМП-1, БМП-2 жана Т-72 танкасын ташып келе жатат. БМП-2 техникасы өздүк курамды ташууга, көчүргөн курулуштарды жүргүзүүгө, жөө аскерлердин чабуун колдоого арналган. Ал Т-72 танкасы ар түрдүү кутулардын жаман талкалоого мүмкүнчүлүгү жетет. Аскерлик техникасының жүріші Қырғыз Республикасының Улуттық Коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматынын техникасы жыйынтыктайт. Брондолгон автоунаалардын колоннасын мекен алдында көжүргөн артыкчылыгы үчүн мамлекеттик эрдик медалынын ээси майор Учкун Такенов башкарып келүүдө.